Шарап деген нәрсе жәннатта, шарап деген нәрсе дүниеде бар. Дүниедегі шарап Ибн Аббас радиаллаху анху айтқандай, біріншіден ол басты ауыртады, ақылыңнан азғырып мас қылады, құстырады, сосын барып бір бұрышқа барып тікірейтіп қойып дәрет сындыртады дейді. Осындай бір қасиеттері бар дейді бұның. Алла тағала жәннаттағы шарапты не дейді? Ла юсаддағуна, бастары ауырмайды дейді одан. Және де уәлә юнзифун, сондай-ақ ақылдарынан ажырап мас болмайды дейді олар одан. Сондай-ақ барып дәрет сындыра бермейді. Ол жәннаттың шарабы. Шарабын деген сусын деген сөз ғой өзі. Дүниенікі мас қылады. Пайғамбарымыз айтқандай, кімде-кім дүниенің арағын ішсе, 40 күн намазы қабыл болмайды. Егер де өліп қалса дейді, қатты тәрбиелік мақсатта айтып жатыр да оны. Егер де араққа тойған бетте өліп қалған болса, онда сертсіз өліп кеткен адам сияқты болады дейді ол. Әне Құдаймен ешқандай серт байласпаған, жәннатпен осындай деген нәрсе. Қараңыз жағдай. Сонда шайтан арақпен есіңді алып өліп қалса екен, бір күнде жүрген шайтан ғой. Міне, мас болып бір жерде өліп қалса екен бұл деп. Қара, сен ұлы мақсатқа жаратқан адамды арақпен не істеп жатыр? Сондықтан осы дүниеде мұсылман бола тұра да арақтан тыйылмаса біреу деген әдейі тәртіп ретінде айтылған хадистің бірі, жәннатқа кірсе де кейін күнәсі кешіріліп, жәннаттың шарабын ішпейді дейді ешқашан. Міне бұл Алла тағаланың өзінің қойған қағидалары, құрметті жамағат.